Құрметті азаматтар, біздің Ғани Мұратбаев атындағы Жетісай гуманитарлық техникалық колледж ұстаздары, жігіттер, сіздерді 7 мамыр отан қорғаушылар күні мерекесімен шын жүрегімізбен құттықтаймыз. Отанға адал, елге қайырымды, отбасыға мейірімді болыңыздар. Жүректеріңіз оттай лаулап, жандарыңыз әрдайым жас болсын. Біздің тәуелсіздігіміз бен тұтастығымызды, тыныштығымыз бен бейбіт тіршілігімізді қас қақпай қорғап тұрған, халыққа қорған болған ұлттық әскеріміздің айбыны арта берсін. Студенттердің ұлы отан соғысының ардагерлері алтыйдың жемісінің мұрагерлері деп түсінемін. Өйткені мен патриотпын. Патриоттың міндеті өз отанын сүю. Патриоттық сезімге баулимын. жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан Республикасы қарулы күштерін құру туралы жарлығы шығып, елімізде дербес әскери ұйым құрылған болатын. Министрі болып генерал-полковник Нұрмағамбетов тағайындалды. Сондай-ақ ресми түрде 7 мамыр отан қорғаушылар күні болып жарияланды. Теңдігім, елтаңбай, елдігім, әнұраным, айбыным демекші тәуелсіз еліміздің көк байрағы елтаңбасымен әнұраны бар. Көк байрақ елімесін жығылмасын, көзге жас кеуде өшік тығылмасын, тұрғанна көкшіл туын көкте тіреп, қазағым сен қышынды тұғырдасын. Отанам менің Қазақстан, мәңгілік сенімен мақтанам. Саяңда жүрсем әрдайым, күлімдеп жүрем бақыт табам. Отаным менің Қазақстан, қарызбын саған әрқашан. Азаматтық борышты өтеуге мәңгі талпынам. Отаным менің Қазақстан, атыңнан сенің айналдым. Бас иіп саған өтемін, жасай бер жаса Қазақстан. Құтты болсын мейрамдарың жігіттер, болмасыншы көңілдерде күдіктер. Мейрамдар мен ағаны бауырлар, орындалсын алға қойған мақсаттар. Қазақ жігіті керемет қой расында. Жауапкершілігі бар олардың басында. Өзге ұлттың жігіттері түк емес, кереметтей қазақ жігітінің қасында. Күтіп тұр ғой бізді алда сан арман, қазақ жігіт бақытқа тек жаралған. Қазақ жігіт Қытайдай көп жан емес, асыл олар аз болғана таралған. Жеңіс күні 9 мамыр бүкіл дүниежүзі үшін үлкен мейрам. Әсіресе бұл мейрам екінші дүниежүзілік соғыстың бар ауыртпалығын өз мойнына көтеріп, отан үшін от кешіп, соғыстың қанға бүккен даласында қайсарлықпен шайқасқан, жеңістің туын желбіреткен ұлы отан соғысының ардагерлері үшін үлкен ерекше мейрам. Мамыр ұлы жеңіс күні деп тойласақ та, оның салмағының ауыр болғанын бүгінгі ұрпақ ешқашанда ұмытпауы тиіс. Омырауларында жарқыраған орден медальдарын тағып, анадайдан көзге оттай басылатын ардагер ағаларымыз болып еді. Бұл күн жеңіс күні болумен қатар, соғыстан оралған үзеңкелес қатарларын еске алып, жанарларынан тамған жас тамшылары өткен күннен белгі беріп тұрғандай. Жүздеріңде мұң шалмасын, көңілдеріңе кірбің түспесін, қатарларың азаймасын, ардагер ағалар. Бүгінгі мамыржай
тыныш өмір сүру. Аталарымыз берік бірлікті орнату нәтижесінде келіп жетті. Ұлдарымыз құл атанбай, қыздарымыз күң атанбай, халықтың бірлігін нақ ұстауы солардың арқасында. Ендеше аспанымыз ашық, жұртымыз аман, еліміз тыныш болсын. Сіздерге бақыттың баяндысын, келер дәулеттің көл көсірлігін, жүрек гүлінің мәңгі солмауын және шаңырақтарыңызға шаттық орнауын, Алладан шексіз қолдауын тілейміз.